Мынау қолымдағы кітаптардың авторы қазақтың аса көрнекті ғалымы Намазалы Омашев. Намазалы ағайдың ұстаздығы, ғалымдығы, тағы басқа үздік қырлары жайында бұған дейін айтылып та, жазылып та жүр. Енді осындай ұшан теңіз жетістікке жеткен жан жас кезінде қандай азамат болды? Қандай студент болды? Мен бүгін осы жағына тоқталғым келіп тұр, ендеше үйіне барып өзінен сұрайын. Омашев Намазалы Омашұлы 1950 жылдың 19 қаңтарында Жамбыл облысының Меркі ауданы Ойтал ауылында дүниеге келген. Ол филология ғылымдарының докторы, профессор. 2003 жылдан Қазақстан жоғары мектебі ұлттық ғылым академиясының және 2002 жылдан бастап Қазақстан журналистикасы академиясының толық мүшесі, академик. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлығының лауреаты, Қазақстан жазушылар одағы мен Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Жаңа өздеріңізге уәде еткендей, мен ұстазым Намазалы Омашевтың үйіне келіп жеттім. Намазалыға әңгімесін бастағанда қазақтың небір марғасқа азаматтарын бір ортаға тоғыстыра салған Құдайдың құдіретіне таң қалдым. 1969 жылы республиканың қиыр-қиырынан 50 бала түсу керек еді журналистика факультетіне. Онда бірден бір Казгудың Сергей Миронович Киров атындағы деп аталатын университет жалғыз. Соның журналистика факультетіне 50 баланың орнына 51 бала түстік. Бір адам кандидат болып артық түсті. Асқар Егеубаев, Шығыс Қазақстаннан, Дәуітәлі Қарағандыдан, Жезқазғаннан Жүрсін Ерман, Семейден Несіпбек Айтұлы, Тұрсын Жұртбай, ар жағынан Нарынғолдан Жамбалы Таупбай, Балқаштан жаңағы Бақытжан Майтанов сияқты кәдімгі республикаға аты шығып жүрген жігіттер бәріміз бір курсқа түстік. Ағамыз өмірлік жары, бүгінде танымал жазушы Клара Қамзақызын Қазақ ұлттық университетінің қабырғасында жолықтырғанын айтты. 50 бала 2 топқа бөлінеді. Бірінші топ бұлар армияға барып келген, еңбекке араласқан, кәдімгі саха аудандық газеттерде, облыстық газеттерде жұмыс істеген саха журналистер түседі тәжірибемен. Екінші топ сол мектептен кейін келіп, жоғарғы бағаға оқыған, талабы бар, таланты бар. Екінші топ болады. Мен сол екінші топта болдым. Қазіргі мынау әйелім Клара Хамзина, мен бәріміз сол екінші топта болдық. Мен сол екінші топтың старостысы болдым. Клара сол топтың комсорғы болды. Ал апамыз болса Намазалы Омашұлын алғаш көргенде ұнатпай қалған. Менің көзіме бір керемет ерекшелігімен түскен жоқ. Жаңағы ауыл шаруашылық жұмысына барайық деп жатырмыз. Бәрімізді бір коробка автобус болды. Соған жинап алып бәрімізді отырғызып қойды. Күтіп отырмыз. Бірімізді әлі жақсы танымаймыз. 50 баламыз. Оны ғана қыз, қалған 40-ы ер балалар. Күтіп отырмыз, кімді күтіп отырғанымызды білмейміз. Bir кезде басында самбрера, мойнында гитарасы бар. Bir жігіт келіп кірді. Сонан кейін ол көзіме мен шынын айтсам бір өрескен сияқты көрінді да, бірінші курстың студенті үшін басында самбрера, мойнында гитара, мақтаншақ деп қабылдады. Бірінші қабылдады. Одан кейін келесі күні жаңағы жұмысқа шығатын болып, бәріміз қатар-қатар тұрмыз, фамилиямызды атап шақырып жатыр мұғалімдеріміз. Менің фамилиям ол кезде Хамзина болатын. Хамзина деді, мен дедім. Сосын бәріміз тексеріп болған, автобусқа отырайын дегенде ол кісі маған келіп, сен тарих факультетінен 2 алып кетіп едің, қалай түстің дейді. Қалай мен 4 алдым, мен дәлелдей алмаймын өзімнің 4 алғанымды. Сөйтсем, бір фамилиялас сондай Инамен тағы да бір қыз болып, бұл кісілердің ауылында ол Ина деген фамилия болмайды екен, соңында Инамен аяқталды. Көбісі Оба, Еба солай болып кетеді. Сонан дәлелдей алмай, вообще жыным ұстады. Ой, бұл қандай адам деп. Сөйтіп жүріп, маңдайға жазылған тағдырдан қашып құтыла алмайсың.
осылай отандастық бірге тұрып жатырмыз 45 жыл. Қазір енді көзқарасымыз да бір, тұрмыс тіршілігіміз де бір, жаңағы сырымыз да бір, жырымыз да бір. Ағамыздың жалынды жастық шағын бірге өткөріп, бүгінде қазақтың зиялы қауымы дейтін белді ортаның басында жүрген достарының бірі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты ақын Несіпбек Айтұлының пікірін қосқанды да жөн көрдік. Несіпбек ағамыз сапарда жүргендіктен телефонның тұтқасы арқылы тілдестік. Намазалимен 69 жылдан бері бірге жасап келеміз. 69 жылы бірге түстік қазірдің журналистика факультетіне. Сол күннен бастап міне бір үйдің баласында келе жатқан азаматтарымыз. Қызық көп қой, бұл өзі басына анау шляпа киіп шамброрам еді, мынау оңтүстік Африкадан ескі қолында гитарасы бар. Ерлеу болатын, басында біз осы артист болатын шығар, журналист болмайтын шығар, осы басынан шляпасыменен сол гитарасын тастамағанына қарағанда сол осы көп жазбайтын шығар деп еді. Қайда біздің алдымызға озып кетті бүкіл. Бұл сондай ғылымға берілген декан болды, ана қазірде журналистика факультетінің проректор болды. Енді қызық көп қой, енді ол қызықтың бәрін айта беруге, халық айта беруге болмас. Намазалы Омашев жазушы емес, публицист, ғалым. 13 монографияның, 3 оқулықтың, 9 ғылыми публицистикалық еңбектер мен очерктердің, 9 оқу құралының, 300-ден астам ғылыми мақалалардың авторы. Осындай жетістікке жеткен адамға ең бірінші үлкен еңбек пен қажыр қайрат керек екен анық. Одан кейін бір түсінгенім жақсы ортада өсу керек секілді. Намазалы Омашұлына ұзақ өмір тілеймін. Аман сау болыңыздар.